Кенесарының атын білмейтін қазақ жоқ шығар сірә. Оның өз сөзімен айтқанда, атасы Абылайдың заманын келтіріп, қазақтардың басын түгендеуші соңғы хан екені әммеге аян. Бүгін біз ардақты ханымыздың қолда болған басы, бөлшектенген денесі туралы сіз мүлде естімеген деректерді айтатын боламыз. Сонымен Абылайдың көзі тірісінде бірлікке жеткен қазақ халқы қайтадан құлдырай бастады. Атасы арыстан болған Абылайдың ұлдары Қасым төрелер аюдай ақырып, немерелері Саржан, Кенесары, Наурызбайлар қасқырдай көкжал болып шықты. Бұл нағыз даланың азулы көкжалдары, тістегені жұлып түсер ақ азулар болатын. Сонау қар басқан Петербургте отырған Николай I император бір мемлекетте екі патша болмайды деген қарарға қол қойды. 1843 жылы 27 маусымда мыңдаған ауыр атты әскер қазақ даласының талқанын шығаруға аттанды. Сонымен не керек? Қазақ жерінде ойды қырды шарлаған Кенесарының әскері қырғыздармен соғыста басы шабылды. Біреулер ханның денесі бөлшектеніп, әр тарапқа лақтырылды десе, енді біреулер қырғыз топырағына жерленген дейді. Куәгерлердің айтуынша Кенесарының басы кесілген иелік етуші қырғыз манабы Жантай Қарабековке бүлікші ханның басын орысқа тарту ет деп ақыл берген қазақ ру басыларының бірі Сыпатай мен Рүстем сұлтан болыпты. Дәл осы екі адамның сатқындығынан Кенесарының шағын қолы қоршауға түсіп, Кенесары ханды қырғыздардың тұтқындағаны тарихи шындық. Қырғыздармен шешуші шайқасқа түсер алдында Сыпатай мен Рүстем бірнеше мыңдық атты әскерін ұрыс даласынан алып кеткен. Орыс генерал-губернаторы князь Горчак Кенесарының өлгендігі туралы естиді. Бірақ оның басын сұрамаса керек. Кейін Кенесарының үлкен көтерілісін басуға көмектескен жергілікті қазақ-қырғыз шенділерін Қапал бекінісіне шақыртып марапаттамақ болады. Оған манап Жантай Қарабеков, Қалиғұлла Әлібековті жіберген. Қазақтан Сыпатай мен Рүстемнің өздері барған. Ол ма? Қалиғұлла Әлібековтің айтуынша, князь Горчаков екеуінің қайсысы Кенесары өлімінің негізгі себепшісі екендігін білгісі келгенде, Сыпатай мен Рүстем дауласып қалған. Не керек? Сонымен медаль Қалиғұлла Әлібековке бұйырады. Медаль құжатында былай жазылған: құрметті қырғыз Қалиғұлла Әлібековке бүлікші Кенесары Қасымовқа қарсы күресте көрсеткен сіздің ерекше батылдығыңыз бен үлгі етерлік жігеріңіз үшін марапаттау ниетімен аса мәртебелі император берген биік құзыретпенен мен сізге мойнына тағып жүруге Григорийлік лентадағы күміс медаль табыстаймын деп жазылған. Кенесарының басын Эрмитаждан іздеушілер әлі де үміттерін үзбей жүр. Ондағы қызметкерлер Кенесары Қасымовқа қатысты қандай да бір заттың бұрын біздің мұражайда болғанын куәландыратын ешбір құжат жоқ дегенді айтады. Мына дерек шындыққа жанасады. Соңғы рет Кенесарының омбыда болған бір қызығы бұл басты көріп қана қоймай, оны күзеткен қарауылдық қызметін атқарған біздің атақты ғалымымыз Шоқан Уәлиханов болғандығы. Бұл турасында Шоқанның кадет корпусындағы досы әрі кластасы, белгілі ғалым этнограф Григорий Потанин өзінің естеліктерінде толық жазған. Енді мынаны қараңыздар ағайын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин Мәскеуде келіссөз жүргізіп, осы келіссөз барысында саясаткерлер Кенесары ханның бас сүйегін Қазақстанға қайтару мәселесі де талқылады. Осыған байланысты елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай елбасының Ресей Федерациясына жасаған жұмыс сапары барысында маңызды мәселелер талқыланды. Соның бірі қазақ халқы үшін киелі артефакт болып саналатын Кенесары ханның сүйегін табу және Қазақстанға қайтару. Нұрсұлтан Әбішұлы Ресей президентінен осы жұмысқа ықпал етуді сұрады. Владимир Путин Қазақстанның тұңғыш президентіне ресейлік тарап жан-жақты көмек көрсететінін хабарлады. Путиннің айтуынша артефакт табылады және Қазақстан халқына қайтарылады, деді Айдос Үкібай. Қалай десек те, Абзал ханымыздың басы бір бөлек, денесі басқа бір тау шатқалында әлі күнге дейін жатуы біздің ұлтымыздың намысына сын.
Назарбаев бұл іске өзі кіріскеніне қарағанда халықтың сұранысын жақсы білген секілді.